Саламатсыздар ма? Мен Матчын Баудин Дулат Мустайұлы. Мен физика-математика бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің өнер пәні оқытушымын. Бүгін сіздердің алдарыңызда мен Қызылшодыстың бетіне Қазақстанға қызыл кітапқа енген қызғалдақ гүлдің суретін салатын боламыз. Суретті біз түрлі түсті бояуларды қолданамыз. Ол үшін арнайы акрил краскасын қолданатын боламыз. Ең алдымен біз бірінші эскиздерін жасадық. Эскизді біз қағаз бетіне іздестіру эскиздерін бейнеледік. Жаңа роспистардың түрлерін зерттеп алдық, қандай түрлері бар, қызғалдақ бейнелері қалай салынады деп. Енді осыған қарай отырып, қазір мінекей біз Қызылшодыстың бетіне суретін сала бастаймыз. Ең алдымен біз оны қарындашпен саламыз. Қазір мінекей оны саламыз. Енді құрметті көрермендер, осымен біздің бейне салу мастер-классымыз аяқталды. Үстіне мінекей осындай әдемі бейне шықты қызғалдақ гүлдер. Тар енді осыны біз арнайы лакпен үстін басып өтеміз, сондан кейін ол жарқырап шығады. Ал құрметті көрермендер, осымен біздің мастер-классымыз аяқталды. Не көріп тұрғандай, осындай мінекей жақсы әдемі нәзік бейне шықты. Қызылшодыстың үстіне біз өзіміздің Қазақстанда қызыл кітапқа енген қызғалдақ гүлдерінің бейнесін салдық. Не осындай жаңағы тәсілмен сіздер де өздеріңіз осындай суреттерді Қызылшодыстардың бетіне салуға болады. Акрилмен және акрилға арналған лакпен үстінің бетін жағып салсаңыз, осындай әдемі бейне суреттер болып шығады. Назарларыңызға рахмет. Сау саламат болыңыздар.